Мен өзім Қызылорда облысы Жаңақорған районында тұрам. 64-темін, 56 жылғы. Бір ұлым бар Қостанайда, 2 қызым бар, Айсылу, Айгүл. Біреуі осы қалада тұрады, осы Алматыда, екеуі де жұмыста. 7 неберем бар, шүкір. Мен 73 жылы мектеп бітіргеннен кейін, енді 74 жылы Өзбекстанға тұрмысқа шыққам. Сол жақта тұрып, міне келгенімізге біраз жыл болды. Елге қарай оралдық қой енді. Қазір міне 64-темін, жағдайымыз осындай. Енді 64-ке болғаннан кейін денсаулықты болмайды ғой. Мен енді өзі садикте, дошкольный завхоз. Сол 22 жыл бір жерде жұмыс істедім. Одан кейін 3 больница, 1 санаторияда завхоз болдым. Районда, сол Ташкентский облыс, Голобинский район дейді, бізде город Солдатский дейді. Сол жерде тұрдық біз. Қоздың жұмысы ауыр ғой, мысалы, бір қап картошканы да көтере саласын, ет деген вагон келеді. Сосын енді үлкен жаңағы үйде холодильникке де кіріп шыға саласын. Сармай деген ол кезде жаңа 20 килалы, 30 килалы сармай көтере саламыз. Енді ол кезде дұрыс қой, енді ауыр тірлік болмаса тірлік болмайды ғой. Сондай тірлік жұмыс істегенбіз біз. Содан мен бір майды алып келе жатырып құлап, менде мына 2 қабырғаның ортасына не қысылып қалады екен, ет. Сөйтіп мына оң жағымда иықта менде бір үлкен шишка болды. Оны енді мен шишкаде 15 жыл жүре бердім. Кейін мына көйлектен енді неудобно кигенге. Сонымен Ташкентте енді бұяқта қорқтым, шынын айтсам. Ташкентте енді бәрі өздеріміз. Барғанымда сразу маған операция жасады. Бір 2,5-3 сағаттай операция болды. Жүрегім нашар деп андай местный ала сағам ғой мен. Анестезия. Қиындау болды, сөйтсем оның тамыры уже мына көкірекке кетіп атқан екен. Соны қатырлатып қырққанда ғана білдім да, бір тостақ, кәдімгі үлкен тостақпен мынаның бәрін қақын алдым десем, арқаңыздан алдым дейді. Сонда мына бәрі жиналып кетіп атқан ғой уже. Жүрекке, неге, жан жаққа. Содан кейін менде давление деген шықты. Ол давление 140, 160, 80 сондай болды. Содан жаңағы біздің әдетіміз емес па, қолымызға түскен дәріні іше саламыз, әйтеуір басым қоя салады, сонымен жүре бердік. Жүрегім енді онша былай қатты не қылмасам, бір 3-4 жастықты қоям. Сол 3-4 жастықты қойғаннан кейін бар, отдышка болады менде. Былай шалқамнан жатсам, демаламай қалам. Сол 4-5 жастықты қойып, биік қылып жатсам, жата берем. Сол бір күні енді давлением 140-та 80, 160-та 80. Сонымен мен Ташкенттен енді бері қайтар кезде мен медосмотрдан өттім. Енді тем более пенсионный уақытта тегін бәрі полный анализ. Жаңағы өкпені де тексертті. Сол кезде маған сразу даже рентген өкпені тексеріп атқанда рентген маған айтты: "Сіздің қаныңыз совсем қою, сізде давление высокий, сіз абайлаңыз" деді. Ой, сен мен өкпем тексеріп атсың ғой, вот мына жерден там шығып тұр, болмайды мынауыңыз деді. Сонымен бұяққа келдім, енді справка нелерімде. Кейін менде, сонымен ояқта менде бір как раз паспортқа сүрке түсетін болып атыр едім, почкамнан приступ болып қалдым. 2 почка, тұрамаймын. Енді белім шығар деп больницаға барсам, почкаңыз деді. Анализдің бәрін тапсырсам, өте белок много деді. Ол белок жақсы емес, 2 бүйрек ертең құрғайды. Жайлап деді. Мен түнде вообще шыға берем. Даже уже мен шай ішуді қойдым, су ішуді қойдым кешқұрын. Потому что 4-5 мәрте шығам. Енді неудобно. Бір жағынан енді үйде болсаң мақұл, қонаққа барсаң ұяласың. Ұлым айтты: "Мама", деді, "бір фирманың дәрісін ішіп жатырмын. Сол дәріні ішіңізші, қанды сұйылтады, бәрі жақсы болады". Ой, балам, қойшы. Ой, мама, сонымен бір ай мен как раз карантинге түсіп қалдым, 20 мартта, Түркістанда. Сіңлім үйінде тұғым. Бияққа келе алмай қалдым ғой, енді карантин болып. Сонымен бір ай ойландым да, апрельде мен енді сол ламофариндың жаңағы несін, дәрісін алдым. Ұлым алып берді. 6 ай мен іштім, "Мама, вообще жақсы, ешқандай", деді, "не болмайсыз, андай диета сақтамайсыз енді". Иногда мен мысалы молочный, бізде енді қартайдық қой енді, молочный иногда бір сүтті шай ішпеймін, бірақ ішкім кеп қалады. Кейбір травной лечение қылсаң, сүтті шай керек емес дейді ғой енді. "Жоқ", деді, "резко мынандай жақсы емделесіз, мама, ішіңіз", деді. Сол бір айдан кейін менде жақсы результат болды. Бір айдан кейін менде далаға шығуым азайды.
Вообще шын айтқанда мен ана жерде не қойып қоям, 1,5 литр 2 литр әлде де суым тұр, сол суды ішем, көбірек су ішем ғой, енді банкіге қойып қоям, сіңлімінде сол суды ішем, кешқұрым далаға уже шықпаймын. 1 мәрте 2 мәрте шықсам шығам, шықпасам уже енді әлі тексерілгенім жоқ, бірақ почкам уже мынандай приступ болып, ауырып, шайыншып, ондай жоқ. Потому что анау далаға шыққаным азайды ғой. Сосын бауырым тез-тез ісіп кететін тұғым, мына оң жақ. Оным вообще қалды, бауыр. Сонымен бір күні мен оның қанның сұйылғанын білмеймін ғой әлі, мен доктор емеспін ғой, жаңағы шприцпен тартып алатын. Қолымды кесіп алдым бір нәрсеге, алмасқа ма, кесіп алсам, қан деген прямо қып-қызыл болып, әдем болып қан ағып жатыр. Оны ұлыма звондадым, мынау қан әдем болып ағып жатыр. Мама, ол деді, значит, сұйылған. Ойбай дедім да, енді сол банкіге де алып көрейін дедім өзім жаңа. Сол кішкентай тіліп банкіге де алып көрдім да, қаным қап-қара емес, алдың қап-қара еді ғой. Сосын мына қолдың ұйығаны қалды менде. Сосын аяқтың, мынау дізелерден көбінесе жүре алмаймыз ғой, енді 64-ке 65-ке келіп жатырмыз. Мына дизе ауыратын, ол дізем менде қалды уже. Даже мынау айтып отырмын ғой, жаңа километр Райымбектен мен пешком барып, сол жақтан пешком келем. Ол километр жүресіз ғой, мысалы. Аяғымның ауырғанын тіпті қалды. Сосын оны енді мен бір самый главныйын айтып кетейін. Осы мынау арқамда алғаннан кейін мен 1 жыл былтыр енді жазда, осы биыл жазда мына оң жағымнан шықты сол шишка. Оң жағымнан шығып, жыбыр етеді, мынандай болып домалақ. Сонымен үйге бір подружкам келіп, мен айтым, көрші ұл болсын сен менің артымда немене бар? Жыбыр десем, ойбай бір үлкен шишка болып тұр деді. Қойш құрсын. Енді ол маяқта шыққан ғой. Енді қайттым. Сонымен осы ламофаринді ішіп атқанда мен ана қызымға звондадым. Ай, менің арқамдағы шишкам өсіп кетпей ма? Ол үлкен, тем более жыбырлайды. Ішінде құрт бар ма білмеймін. Вот алақандай жерім мені жыбырлайды. Даже анау арқа қастайтын мен қастап қоям. Ой, апа деді, сіз сабыр қылыңыз, енді біріншіде Алладан ғой енді. Содан кейін деді, осы ламофарин бұл кету керек. Мүмкін емес ол. Кетіп қалды ғой, жоқ, міне. Арқамда жоқ, ол шишка да жоқ. Анау жыбырлап атқан құрт па енді білмеймін өзімше, құрт деймін ғой енді. Жоқ, мына шишка да жоқ, мынандай болып томпақ болып тұрған. Содан кейін ол енді 1 ай 2 ай ішкен жоқпыз, біз 6 ай іштік. 6 айдың ішінде результат болғаннан кейін мен осы дәріні жаңағы адамдарға, енді мынау туыстарымызға, бауырларымызға, таныстарымызға, мені көріп отқан бәріне осыны ішші екен, ешкімнің ауырмаса екен, дендері сау болса екен деймін, бәрінің үйінде бақыт береке келсе екен деймін. Жаңа айтып кеттім, күйеу балам, әттең білмей қалдым деймін да. Осы дәрі болғанда, может өлмеспен.